Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әбіш Алуа Ердосқызы, Астана қаласы Томирис медициналық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жылқыны алғаш қолға үйреткен қазақ даласы деп аталады. Оқу мақсаттары: жылқының алғаш қолға үйретілуі жайлы ақпарат беріп, білімдерін кеңейтеді. Студенттердің пәнге қызығушылығы артады, білім алуға деген саналы көзқарастары, танымдық, ізденімпаздық қабілеттері қалыптасады, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланады. Іс-әрекет, мақсатқа жету әдіс-тәсілдерін таңдай білуге, өзін-өзі бағалай білуге дағдыланады. Достыққа, ұлтжандылыққа тәрбиеленеді. Құрметті білім алушылар, қазақ халқы ерте кезден жылқы малын киелі санап, оны жеті қазынаның бірі, сенімді серігі ретінде құрметтеген. Тілімізде жылқы жайлы көптеген мақал-мәтелдер бар. Ондай болса, берілген мақал-мәтелдердің жалғасын тауып көрейік. Ер қанаты ат. 6 жасар бала атқа мінсе, 60-тағы шал алдынан шығып атын ұстар. Жақсы ат жанға серік, жақсы ит малға серік. Ит қаппас деме, ат теппес деме. Тұлпар желіде танылады. Өте жақсы, жарайсыздар. Жаңа ақпаратты тыңдауға дайындық ретінде мына тірек сөздерді жазып алайық. Зерттеу: 5500 жылдан аса, Азия, Лос-Анджелес Таймс, ботай қонысы, ауыздық, қымыз. Ал енді осы сөздердің тақырыбымызға қандай қатысы бар екеніне назар аударайық. Европалық ғалымдардың зерттеуіне қарағанда, адам баласы жылқыны қолға үйреткеніне 5500 жылдан асыпты. Өркениет тарихында жылқылар алғаш рет қазіргі Украина топырағында қолға үйретілді деген тұжырым болған еді. Алайда соңғы зерттеулердің қорытындысы өркениеттің Азиядан басталғанын дәлелдеді. Ағылшын зерттеушісі Кимберли Браун Лос-Анджелес Таймс газетіне сілтеме жасай отырып, Хорс атты журналда жылқының алғаш қолға үйретілгенін жазған. Ағылшын зерттеушісінің бұл пікірі еліміздің солтүстігінде орналасқан ботай қонысы маңына жүргізілген жазба жұмыстары барысында дәлелін тапты. Аталмыш археологиялық жаңалықтың құндылығы жайлы Европалық National Geographic News атты ғылыми басылымы қазіргі күні Қазақстанды мекендеген далалық өлке тұрғындары алғашқы болып жылқыға мініп, оның сүтін ішкен деген байлам жасады. Басылымның бұлай түйін жасауына себеп қазбадан табылған жылқы тістерінің мүжілуі әрі оған түскен сызат. Осыған қарап, ғалымдар жылқының мініске пайдаланылғанын, ауыздықталғанын анықтап отыр. Сонымен қатар, жер астынан табылған ыдыстардың түбінде қымыздың кепкен қалдығы сақталған. Ботай қонысы маңына археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген Ұлыбританиялық жетекші ғалым Эксетер университетінің қызметкері Алан Оутрам тапқан қазбаларды зерттеп түйгеніміз, байырғы адамдар біз ойлағаннан да өнертапқыш екен дейді. Қысқасы, біздің жыл санауымыздан 3600-3700 жыл бұрын энеолит дәуірінде өмір сүрген ботайлықтар есілдің жағасын мекендеп, жылқыны қолға үйретіп, оның еті, қымызымен күнелткен. Зерттеушілер осындағы жылқы сүйегінің бір жерге аса көп мөлшерде шоғырланғанына қарап, ботайлықтар жылқы малын будандастыруды да меңгерген деген оқшау тұжырым жасайды. Сол секілді француздың атақшы шығыстанушы ғалымы академик Рене Груссе «Дала империясы» атты еңбегінде ең алғаш жылқы малын қолға үйретушілер көшпенділер болды дей отырып, сайын дала жылқының отаны, далалықтар жаратылысынан жылқының ат құлағында ойнаған сарбаздар һәм ат әбзелдерін жасаушылар дейді. Яғни ежелгі дәуірде жылқы түлегінің қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгені бұл малдың ерекше қастерленіп, өмір сүрудің ажырамас бір бөлігіне айналғанын көрсетеді. Тіпті қазақ халқының әлі күнге дейін қымызды пайдалануы қазақ даласында сонау ежелгі дәуірден бері үзілмей жалғасып келе жатқан дәстүрдің айғағы. Ал енді Бурабай Ботай музейінде орналасқан осы тұрақтарға көз салып, сол музейге карта арқылы саяхат жасап көрейік.
Ал енді тыңдаған мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жылқының алғаш Азия жерінде қолға үйретілгендігіне қай жердегі қазба жұмыстары дәлел болады? Ботай қонысы маңындағы қазба жұмыстары. Адам баласы жылқыны қолға үйреткеніне шамамен неше жыл болды? 5500 жылдан асыпты. Энеолит дәуірінде мекендеген ботайлықтар қай өзеннің маңын мекендеген? Жауабы Есіл өзенінің маңын мекендеген екен. Ғалымдар ботайлықтардың биені сауып, сүтін пайдаланылғандығын қалай анықтаған? Дұрыс, жер астынан табылған ыдыстардың түбінен қымыздың кепкен қалдықтарын тапқан. Ғалымдардың қазіргі күні Қазақстанды мекендеген далалық өлке тұрғындары алғашқы болып жылқыға мінген деген түйін жасауына не себеп болды? Әрине, қазбадан табылған жылқы тістерінің мүжілуі әрі оған түскен сызат. Келесі тапсырмаға көшейік. Берілген сөздердің орыс, ағылшын тілдеріндегі баламасын табыңыз. Жауабы: мәдениет, культура, culture. Тіс, зубы, teeth. Жылқы, лошадь, horse. Өзен, река, river. Ғалым, ученый, scientist. Сүт, молоко, milk. Тарих, история, history. Өте жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі біздің тілдік бағдар айдары бойынша біз шешен нені білу керек деген сұраққа жауап аламыз. Студенттер, шатасқан тізбектер әдісі бойынша Василий Васильевич Радловтың сөзін тауып көрейік. Алдарыңыздағы ұсынылған мәтіндегі сөздерді тиісті орнына қойыңыз. Жауабы: қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауыз екі сөйлеп отырғанның өзінде сөйлеген сөздер ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп таң қаласың. Ахмет Байтұрсынұлы шешендік жайлы. Шешеннің жай байымдауларша айтқан сөзі адамның ақылына қону жағын ғана көздемейді. Сөз қанға, жанға әсер етіп, арбау сияқты адамның бойында балқытып, билеп алып кетуге ыждахат етеді деп жазады. Яғни шешен алдымен пікірді дәлелдеп, сипаттап, мәністеп, ақыл жағы қанағаттанғаннан кейін жүрек жағына әсер етіп, бойын балқыту жеңіл болады. Осы айтылған мақсаттарға қарай шешен сөздің тілі уытты, лепті, әсерлі, қанды қайнатып, жүректі тулатып, естен айырып, ерікті алып кететін, күшті, көрнекті, сәнді, мәнді тіл болады. Келесі тапсырмада кестедегі ұғымдарды сәйкестендіріп, мазмұнын шешенге қойылатын талаптармен байланыстыра талдаңыздар. Білімділік, тіл байлығы, жинақылық, шыншылдық, аңғарымпаздық және мәдениеттілік. Құрметті студенттер, міне біз бүгінгі сабағымызда жылқыны алғаш қолға үйрету тарихы, ботай мәдениетіне және тілдік бағдар бойынша шешен нені білу керек деген мәселелерге тоқталдық. Сабағымызды қорытындылау үшін болжам парағын толтырайық. Бүгінгі сабақта мен не білдім? Қандай біліммен басқалармен бөлісе аламын? Қандай баға аламын? Үй тапсырмасы: қазақ халқының құндылықтары тақырыбына шағын эссе жазу. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.